Biz өзіміздің алма ағаштарымызға мынандай бордовская смесь деген мына. Бордовская сместі сеуіп жатырмыз. Әні балам сеуіп жатыр. Бұл жаңағы ішінде медный купорос бар. И жаңағы ішінде известкасы бар. Сол сеуіп жатырмыз әні. Мына бізде бұл бізде груша мына. Мына грушаны біз кестік мына осылай. Өткен ағашта емес. Мына өткен ағаш ол дұрыс болмады, ол уже жабайланып кеткен ағаш қой. Мынау енді нормальный ағаш. Бұл груша. Бұны көрдіңіз бе? Кесіп қойдық. Бұны не үшін кеседі? Арасына ауа кіру керек, сосын кейін свет түсу керек, свет. Сонда бұл алманы жақсы береді. Егер де мынаның арасында көп бітіп өсіп кетсе, ішіне ауа да кірмейді, ішіне свет те түспейді, сосын кейін жаңағы алманы аз береді. Үстіп кесіп қою керек. Мынау сосын кейін бізде не ғой? Аты қалай шықты? Қазір айтамын. Садовый вар дейді, садовый вар. Мынаны біз осындай жерлерге жағамыз. Мынандай кесіп тастадық қой, сол жерге жағамыз. Сосын кейін мына түбінен, мына ағаш мына жерге дейін 50 сантиметр болу. Жерден мына бірінші мына неге дейін 50 сантиметр. Мына бәрін кесіп тастамаңыз 70-80 қып. Мына жерге дейін 50 сантиметр жетіп тұр. Оның бәрі мен қалай өзім жасаймын, сіздерге соны айтып тұрғаным ғой. Мына осылай. Мына бордовская сместі септік. Бұл грибоктан дейді, защита от плесени, гнили дейді, сосын от черви дейді, жаңағы ішіндегі құрттар жеп қоймасын деп. Мынандай жаңағы осыны замасканы алып, осыған жағамыз мынандай кескен жерлерге. Үстіп қолмен аластыр да жағастыр. Вот үстіп жасаймыз жұмысымызда. Мына балам сүйіп отыр. Мына ағаштар, кішкентай ағаштар, 2 жыл болған ағаштар мыналар бәрі. 2. Мынау енді үлкен ағашымыз, мұны тоже біз кескенбіз өткенде. Былтырнар жыл сайын кесіп тұрамыз мына ішіне өскендерді. Оны керемет алма ағаш, жақсы береді. Жақсы ағаш. Мына анда кестік. Вот үстіп біз жасаймыз енді. Осы жаңағы бордовский сместі үстіп шашыңыздар. Вот қазір жаңағы 15-20 апрельге дейін әлі болады сеуге. Пока мына почкасы бермей. Мына почка ашылмай болады, кесуге де болады әлі. Мына почкасы ашылмаған ғой, значит кесуге бұны подрезка жасауға болады. Үстіп жасап жатырмыз біз.